Баршаңызға сәлем, менің есім Ардақ, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай әрі диеталық греческий салаттың рецептімен бөлісемін. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыз. Бұл салатқа бринза қосамын. Бринзаның орнына басқа да сырдың түрлерін қоссаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей 4 бұрыш етіп тураймыз. Дайын ыдысымызға саламыз. Енді қиярды, қызанақты, светофор болгар бұрышын барлығын 4 бұрыш етіп турап аламыз. Және қызыл пиязды дөңгелектеп тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне базилик, тұз және де 2 ас қасық оливке майын құйып араластырамыз. Салатты тарелкамызға салып болғаннан соң үстіне дәнексіз зәйтүндерді ортасынан бөліп қоямыз. Біздің греческий салатымыз дайын болды. Диеталық витаминдерге бай. Жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, лайк, коммент қалдырып кетіңіз.